Альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулилlah. Құрметті бауырлар, бүгін біз Ибрахим сүресіне келген екенбіз, иншалла. Сол келген жерімізден жалғастырайық. Ибрахим сүресі бұл да меккелік сүре. Оның меккелік сүре деген сөз ендеше ол иман туралы, Алланың барлығы бірлігі туралы, соны ұлықтайтын аяттар, яғни бізді Аллаға тікелей жақындататын, бізді иманымызбен жұмыс жасайтын, Алла менен арамыздағы сенім нанымды нығайтатын аяттар екен. Байқасаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің тарихшыларымыз ол кісінің тарих дәуірін екіге бөледі, меккелік және мединалық екі дәуір деп. Меккелік дәуір сол алғашқы иманның орнығу дәуірі, екіншісі мединалық дәуір. Мединада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 10 жыл, Меккеде 13 жыл өзінің сол Құран аяттарын жеткізіп, өзінің пайғамбарлық миссиясын орындады. Енді жалпы байқасаңыз 13 жыл пайғамбарымыз иман туралы қатты насихаттады да, сосын соның қалған 10 жылын сол иманды нығайту жөніндегі барысындағы нүктелерменен бітірді. Егер байқап қарасақ, бір ислам өмірі пайғамбарымыздың миссиясы екіге бөлінеді. Амал және иманнан тұрады. Екі үлкен бөліктен тұрады. Біз енді оның ешқайсысын бөле алмаймыз. Ғалымдарымыз айтқан, өйткені Құран-ы Кәрімнің ең соңғы аяттары да жаңағыдегі жалпы соңғы аят емес, енді соңына таяу болып түскен аяттардың біреуі біз осы дінді кәміл қылдық, толықтырдық деген. Яғни бұл дінді бөліп жарып, бір шетін алып, бір шетін тастап немесе жаңағыдегі бөлек-бөлек қылып қоюға болмайды. Бірақ пайғамбарымыздың жоспарын алуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жоспары жалпы байқасаңыздар. Ол кісінің жоспары бірінші орында иманды нығайту еді. Ендеше осы мединалық аяттардың барлығы сіз бен бізді иманымызды орнықтырмай, амалға біз дұрыс көше алмайтындығымыз, амалымыздың өзі ақсап тұратындығын білдіреді. Бірақ ешқашан жаңағыдай біз енді осы Құран аяттары соңғы түскеннен кейін біздің ғалымдарымыз сол аяттарды тәпсірлей отыра бізге айтпайды. Яғни мен амал қылмай тұрып бірінші иманға кәміл жетіп алайын деп тек қана үндемей жүру емес, амал орындау бәрі бірге аралас жүру міндет болады екен. Бұл барлық өмірде де сондай. Мысалы айтайық, анда бизнеста бір адам бір бизнес ашатын болса, мен бірінші бизнесті кішкентай ойымда үйреніп алайын, жоспар құрып алайын, есеп бәрін үйреніп алайын, сосын көреміз деу, ол осылай кешіктіре береді. Сізге әрдайым мәлімет жетпей қала береді. Сіз ойламаңыз, мен мәлімет жеткеннен кейін барып істеймін десеңіз, онда біліп алыңыз, сізге ешқашан, еш уақытта мәлімет 100% жеткілікті болмайды. Өйткені бұл өзгеруші өмір. Сіздің алған мәліметіңіз бір уақытта сәлден кейінше ескіріп қалар ғой. Өйткені білім деген солда қазір, әсіресе қазіргі заманда информация заманы ғой. Информация, мысалы қазіргі оқыған жаңалығыңыз бір сағаттан кейін өзгеріп кетуі мүмкін. Ғылым, білім де сондай да, бір орында тұрмайды. Сол үшін сіз мысалы мен білімімді бірінші жетілдіріп аламын, сосын барып үйтемін, сосын барып бүйтемін дегенше сіз еш нәрсеге жүрмейсіз. Бірден бәрін бірге істеп кетесіз. Тәуекел деп жайлап істейсіз, істеудің барысында түзетесіз, соның барысында әрі тәжірибе аласыз, әрі амал жасайсыз, әрі қателік жасайсыз, сол қателіктен үйренесіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мысалы ол кісіге періштелер келіп тұрды. Ол кісіге кәдімгі өзі ұқыпты адам еді. Ол сондай ұқыпты бола тұра пайғамбарымыздың адамдығын Алла тағала қалдырды сізбен бізге. Мысалы, ол кісі ұмытшақ еді. Адам болғасын, бір жері ауырып тұрса, немесе дұшпан болған кезде бір сөзді айтуды, немесе бір нәрсені жасауды ұмытып кететін. Ол кісі шаршайтын, ол кісі ауыратын, ол кісі қарны ашатын, ол кісі тамақ жейтін. Не дейді, білмеймін. Соған кәдімгі адамилық ол кісіде қасиет болды. Ол кісіде жылайтын, ол кісіде күлетін. Егер Алла тағала сізбен бізден, мысалы, исламды бір сондай бір идеалды көп адамдар ойлайды ғой. Ислам идеал, ол өте идеалды дүние. Бірақ біз идеальный болу, ол енді бірден бола алмайсыз ғой. Және де онда идеалға жете алмайтында шығармыз. Бізден Алла тағала идеалды болуды талап етпейді. Яғни сен ислам қабылдадың, ислам қабылдағаннан періштеге айналып кету керек емессің. Көп адамдарда сондай сөздер бар. Дейді, мен дейді, біреулерде сөз шығып жатыр, мен хижабымды тастай салам дейді, мен әлі жаңа оған дайын емес екенмін дейді. Сен ешқашан дайын болмайсың да амал жасамасың.
Сен осылай кешіге берсең, сен өмір бақи кешіге бересің. Намаз оқуға мен әлі дұрыс емеспін, менің жұмыстарым дұрыс емес, мен әлі таза емеспін, мен әлі басқа емеспін. Сен ешқашан тазарып бітірмейсің, егер сен соған қазірден әрекет қылмасың. Біреулер намаз оқы дейді, айтады, мен жұмысым біртүрлі андай дұрыс емес жұмыстар, сол үшін мен намазды қоя тұрайыншы. Жақсылықты кешіктіру бұл жақсы емес. Жақсылықты кешіктірудің өзі негізі қателік, орасан зор қателік. Сол үшін айтатыным, құрметті жақсылар, жалпы әрбір адам амалды, иманды бәрін бірге алып жүреді, идеал ешкім болмайды. Мысалы айтайық, сіз Құран үйреніп жатсыз. Сіз бірден барып, енді барлық әріпті дұрыс шығарып, мықты қылып үйтіп оқып кете алмайсыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады сол үшін. Құранды өзі жақсы оқи алмай тұрып оқыған адамға 2 есе сауап дейді. Себебі оқыған үшін, екіншісі әрекет қылған үшін. Қисық болса да әрекет қылған. 2 есе да Құранды біліп оқыған адамнан Құранды білмей оқыған адамның сауабы 2 есе болады. Себебі ол кісінің ықыласы, ол кісі сол шайтанға қарсы, идеалдық нәрсеге қарсы шықты. Біреулер жаңағыдегі сөздер айтады ғой, ой, жаңа не дейді, тағы бір кішкентай қателік көріп қалса, кезінде анау бір видео шықты ғой, біреу бір тамада жігіт деген әкесін ұрып жатыр, бірақ оны біреу имам деп шығара салды ғой. Сөйтіп жұрттың бәрі, о, имам дегенің осы екен, міне Ринат Зайытовтың айтқаны рас екен, оның 90% алаяқ екен. Қызық. Ринат Зайытов өзінің не айтқанын айтып қойды. Негізі ол бүкіл намазханды айтқан жоқ, ол сол жердегі өзінің араласып жүрген таныстарын айтты. Ол Ринаттың таныстары 90% алаяқ. Өзім менің таныстарым 90% алаяқ десе, дұрыс деп білетін едік. Ол өзі соның ішінде жүрді. Ол адалдың ішінде жүрген жоқ қой, ол адалдың ішінде жүрсе, ол соны айтар еді. Өйткені психологияда да сондай әдіс бар. Мен бір нені ертегі айтып отқан жоқ, психологияда бүйтіп айтады. Бір қария кісі үлкен қамалдың алдында отыр екен. Бір кісі келіп сұрайды ғой қариядан, құрметті ақсақал, енді сіз осы ауылдың, осы үлкен қаланың адамы сияқтысыз ғой. Жаңағыдегі осы қалада, баяғыда қала деген үлкен қамал болатын. Сол осы қалада жақсы адамдар тұра ма, жаман адамдар тұра ма дейді. Сөйтсе ана кісі сұрайды, сен қаяқтан келатсың дейді. Мен келе жатқан жақ өте жаман адамдардың арасынан келатым. Ұры, қары, алдамшы, сондай бір жаман жерден келатым дейді. Бұл жерде сондай дейді. Екінші адам сұрайды, сәлден кейін біраз уақыт өтіп, тағы бір адам тоқтатып сұрайды, құрметті ақсақал, осы қалада тұрасыз, мен қалаға көшіп келіп жатыр едім. Жақсы ма, жаман ба бұл адам, бұл халықтың тұрғындары дейді, бұл қаланың. Сөйтсе айтты, сен қаяқтан келатсың? Мен сондай жақсы адамдардың арасынан келатырмын дейді. Сондай жақсы адамдардың арасынан келатырмын. Керемет. Онда бұл жерде сондай дейді. Яғни сен нені көрсең, өмірде айна сені сол көрсетеді. Жан-жағың бәрі сол адам қоршайды. Сен өзің қандай болсаң, сенің жаныңды қоршайтындар да сондай. Сол үшін халықта, ол мен айтпаймын, осыдан ғасырлар бұрын айтылған нүкте, сен досың туралы айт, мен сенің кім екеніңді айтамын дейді. Айтқым келгені, біреулер діннен емес, дінді ұстанған адамнан идеал іздейді. Бұл қате. Дін ұстанған адам, ол идеал болмайды. Ол қателесу керек. Ол қателеспесе адам болмай қалады ғой, ол қалай ол? Ол робот емес, ол періште емес, оның жаратылысы адам. Халықта қам сүт емген деп айтады. Піспеген сүт емген ғой, бір жері піспей қалады әйтеуір деген сөз. Бір жерін пісірмейді, соңына шейін апармай қояды дегені мағынасы. Адам болғасын, оның нәпсісі бар. Адам болған үшін қателесет керек болса, біліп тұрып та қателесет, білмей де қателесет. Ол адам. Біз адамнан идеал іздемейміз. Егер сіз адамнан идеал іздесеңіз, сіз өмір бақи жүре бересіз, утопиядасыз. Сіз қайда бір, білмеймін, көзіңізге розовый очки киіп алған біреусіз, очкиіңізді шешіп тастаңыз. Өйткені, құрметті жақсылар, Алла тағала сіз бен бізге Құранды түсірді. Сіз бен бізге пайғамбарды алып келді.
пайғамбардың миссиясы, Құранның миссиясы не екенін ұғынбай тұрып, біз кейде асығыстыққа кетеміз. Ендеше осы миссияны, Құранның миссиясын ұғындыратын аяттар туралы міне тағы да сол сөздің жалғасын өтеміз. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алиф лам ра. Алла тағала кейбір аяттарды осындай хуруф мұқатта, яғни мағынадан үзілген әріптерден бастайды. Ол әріптерден тұрады, оның мағынасы жоқ. Неге? Өйткені оны тәпсіршілердің түрлі мағыналай тәпсірледі. Біріншіден, бұл осы жердегі қысқа әріптерменен жатқан бір сыр деп айтады. Екіншісі, жоқ, бұл пайғамбардың пайғамбарлығын дәлелдейтін нүкте дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әріп оқымаған, мектеп көрмеген ғой. Бірақ әрбір әріпті алиф, ләм, ра деп өзінің атымен атуы. Мысалы айтайық, бір мектеп көрмеген бір адамды алып келіңізші, тауда өскен. Сөйтіп алып келіп қазақтың алфавитін айтып бер десеңіз, айтып бере ма? Айтамайды ғой. О түгіл 10 жыл оқыған мектепте айтып береді, кім айтып береді соңына шейін, кән? Айтып бере аласыз ба? Жаңылмай аяғына шейін шығып бере аласыз ба? Сөйлейсіз ғой. Бірақ алфавитке келген кезінде тағы алфавитті маған ғылымына деп емес, кәдімгі А, Б, В, оның атыменен айтып бере аласыз ба? Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қараңыз енді, ол кісі мектеп көрмеген, тауда өскен, бірақ әлиф, ләм, ра деп айтты да. Бірден түсінікті да, бұны пайғамбардың өзі айтып тұрған жоқ. Бұған біреу үйреткендігі, бұл Алланыкі екендігінің бұл мөрі. Бұған ұқсайтын тәпсірлер өте көп. Сонымен Алла тағала айтады: Китабун анзалнаху илайка литухриджан наса минал зулумати илан нури биизни раббихим иля сиратил азизил хамид. Алла тағала айтады: Китабун, мынау кітап, анзалнаху илайка, саған түсірілген. Біз осы кітапты саған түсірдік. Литухриджан наса минал зулумати илан нур, адамдарды қараңғылықтардан, бір қараңғылық деген жоқ, мина зульма деген жоқ, зулуматин деді. Көп қараңғылықтар. Адамда қараңғылықтардың түрі көп болады екен ғой. Қарапайым тілде айтқанда, надандықтар мен қателіктер, күнәлар менен біздің оқыс басып кеткен жерлеріміз. Бұлар өте көп болады. Илан нур, нұрға шығу. Нұр біреу ақ. Нұр. Алла тағала сізбен бізді мынау кітапты, Құранның миссиясының бірі қандай екен? Адамдарды қараңғылықтардан нұрға шығару. Иля сира биизни раббихим, оның жанында тағы да бар. Сол нұрды тағы да суреттеп береді, бірақ суреттемей тұрып, біз осы жерге бір тоқтала кетейікші. Құрметті жақсылар, адам, былай қарасаңыз, қисықтығы көп. Оның қисықтығы түрлі себептерден болады, түрлі факторлардан болады. Ренжігіш, ашуланшақ, асығыс, жаңағыдай ертеңін ойламайтын, қазір ғана болса бола береді. Өткен шаққа өкінеді, болашақтан қорқақ. Көп айта бересіз да осылай. Сараң, жаңағыдай 200-ді, көп өтірікші, өтірік куәлік беруші, өзіне де өтірік айтушы, біреуге де өтірік айтушы. Көп. Бұның барлығы қараңғылықтар. Неге? Бұны заманауи психологиямен айтсақ, бұның барлығы адамды тоздырады. Әрбірі адамды тоздырып, адамды бытышын шығарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін айтады: мұсылман адам дейді, яғни иманға келіп жатқан адам қорқақ болуына болады, сараң болуына болады. Боп қалады екен да енді. Бірақ болады деген сөз сондай болсын деген сөз емес. Онымен күресу керек. Бірақ болуы мүмкін. Бірақ өтірікші болмайды дейді. Бұл деген сөз, оның күнәсі аналардан да ауыр дегені да, сен өтірік айтуға хақың жоқ. Бірінші орында тілді және ішіңді түземей болмайды. Өтірікті біреулер сыртқа айтады, өзіне де айтады, өзгеге де айтады. Міне осы нәрсе адамды тоздырады.
ренжігіштік, тәкаппарлықтан шығады ол. Менмендіктен шығады. Мен абзалмын дегеннен шығады. Яғни өзінің абзалдығын өзі сезіне алмаған адам біреуге сездірткісі келеді. Шын мәнінде. Оның іштей, сол тәкаппар адам іштей өзінің кемшілігін біледі. Іштей өзінің қисықтығын, өзінің бишаралығын біледі. Өзі ішінен быт-шыт болғаны үшін соны көтере алмағаннан тәкаппарланады, ананы жабады ғой. Ана жарасын басқа нәрсемен бітейді. Қызығы, адам осы нәрсені көп түрлімен жасайды. Мысалы айтайық, адам неге ақша іздегіш? Оған ақша керек жоқ негізі. Оған ақшаның артындағы нәрсе керек. Ақша не береді? Ақша мансап береді. Ақша жұрттың көңілін аулатады, внимание. Көңіл бөлу керек жұрттың бәрі. Мақтау керек, оны мақтатады. Оның социалды, яғни қоғамдағы орны болу керек. Яғни біреуге керек болу керек. Қызық. Ақшасы бар адам біреуге ақша беруден қорқады. Қорқады емес, жек көреді. Байқайсыз ба? Жек көреді. Неге? Сұрай береді. А білесіз ба? Сізде ақша болып, және сіз оны бере алатын болған үшін керексіз ғой. Ол өмірдің ақиқаты, оны жек көрудің қажеті жоқ. Сен өзің таңдадың оны. Ақыры сенде ақша көп, жұрттар сенен сұрайды. Ол нормальный нәрсе ол. Оны сөйтіп қабылдау керек. Мен баймын, менен ақша сұрайды, мен беруім керек. Болды. Бермейсің ба, сен жамансың. Сен керек емессің. Өмір сол ғой. Спортсмен барып жарыспаса, оның несіне спортсмен? Кім керек қылады, айтыңызшы? Әнші, ән айтпаса, биші, би билемесе, ғалым, бала оқытып, ғылыммен айналыспаса, не қыласыз оны? Не керегі бар? Дұрыс па? Біздің қазіргі капитализм дәл осылай ғой. Сіздің бір кәсібіңіз жоқ па? Және сол кәсібіңізбен адамдарға бермейсіз ба? Онда сен керек емессің қоғамға. Сондықтан, құрметті жақсылар, сізде қандай қасиет бар, қандай мүмкіндік бар, сіз соны берсеңіз, сізге келеді сол нәрсенің бәрі. Оны қарапайым математикаға керек жоқ, басқа еш нәрсені. Арифметика, математикадан да төмен. Құрметті жақсылар, айтқым келгені, адамдарды зұлыматтан, қараңғылықтан нұрға шығару үшін келді деді бұл кітап. Мынау Құран біздің осы нәрсемізді түзетуге келді. Бізді сабырлыққа шақыртады, бізді асығыс ойламауға шақыртады, бізді өтірік айтпауға шақыртады, өтірік өмір сүрмеуге шақыртады, әділеттілікке шақыртады, адалдыққа шақыртады, шыншылдыққа шақыртады. Яғни бізге осының бәрін тәрбиелейтін осы Құран аяттар. Пайғамбардың миссиясы да сол екен. Осының барлығы қараңғылық. Мысалы айтайық, ренжігіштік. Сіз біреуге ренжіп қалдыңыз. Ренжідіңіз. Жақсы. Ренжудің орнына бар ғой, иә? Сіз басқа нәрсе қылсаңыз ұтасыз. Себебін айтайын ба? Мысалы айтайық. Сіздің біреу жолыңызды кесіп кетті, ақыңызды бермей қойды, білмеймін. Әйтеуір бір нәрсе жасап қойды, сіз оған ренжідіңіз, иә? Ренжігеннен кейін не істейсіз? Оған сөйлемейсің, одан үзілесің. Енді сұрақ. Осы үзіліп, осы қисықтық жасап қойғаның арқылы ана ұғынды ма? Ойбай, түсіндім деп айтты ма? Кетіп, бұрылып кетсең, атамның ар жағына бұрылып кетті деді ғой сізге. Рас қой? Ол одан сайын, ол да теріс қарап қалады. Сонымен кім ұтады? Сіз ұтқан жоқсыз. Ренжіп қалсаң, барып, айтып, шекараңды қойып тастау керексің. Маған осындай жасадың, келесі жолы осыны маған жасама, мен ұнатпаймын. Болды. Сенің айтқың келгені сол еді ғой ренжігендегі. Ішіңдегі анау бүйтіп жыртып бара жатқан шайтанның азғыруы, оты сол ақ еді ғой, менің жолымды кеспеш. Немесе басқа нәрсе жасаш деу керек еді. Бірақ сіз оның жағдайын біліп тұрған жоқсыз, қандай халде екенін. Ол біліп істеді ма, білмей істеді ма, мұқтаждықпен сізге сондай бір жолыңызды кесіп кетті ма? Қайдан білесіз? Сіз оны түсінген жоқсыз біріншіден. Сол үшін оған да түсіндіруіне орын қалдыру керексің. Ендеше ренішті түзеудің орны екі-ақ жол. Біріншіден, ішіңдегі шекараны ашық айтып таста. Екіншіден, оның да шекарасын айтуына хақысын бер.
Ол да айтады, сіз де айтасыз. Мысалы айтайық, көлікпен келатсың, біреу атып шыға салды. Ай деп айқайладың. Сонымен ол түзеліп кетті ма? Ой, рахмет, күшті болды деді ме? Жоқ. Ашуландың ба? Тоқтат, тоқташы бауырым. Сен атып шықтың, мен сені соғатын едім, басқа қылатын едім. Тағы не бар? Қай жерің үзіліп қалды? Үзілген жеріңді айт, ойбай, мен тәкаппар едім, осы жолды сатып алғанмын. Мен алдынан ешкім шықпау керек. Ол дұрыс емес қой, бірақ дұрыс па? Ол уже бірден түсініп тұрған шығарсыз қисық екеніңізді. Егер сіздің жолыңыз болып, сіздің жолыңызды ешкім кеспеу керек болса, онда әңгіме онда емес. Кімде? Сізде. Сіз ғой тәкаппарлық қылып тұрған. Мен түсінем, сіз асығыс кетіп баратсаңыз, мен тежегішті басып үлгере алмаймын, мен сені соғып жіберем да, сосын машинам бірнеше уақыт ремонтта тұрады, сенің ремонтта тұрады, ортада қанша нерв, қанша қаражат, қанша уақыт бәрінен ұтылам ғой дейсіз. Бұл ақылға кіреді. Егер осылай айтсаң, онда ақылға кіреді. Бауырым, сен атып шықтың, сен екеумізге де проблема шығарып берейін дедің ғой, айналайын. Қазір соғам, сенің көлігіңде ремонтта тұрады, менің де көлігімде ремонт. Сен де жаяу жүресің, мен де жаяу жүремін. Рахат па? Соныңа бір 2 минут, 1 минут немесе поворот жағып, мені өткіз, менен сәл ертерек шығып, рұқсат сұрап шығып кетсең, екеуміз келісеміз ғой дейсің ғой. Болды. Бірақ егер ол сізге жауапқа орын қалдыр деп жатыр. Қайдан білесіз, ол айтса ше, қазір маған менің ана жерде әкем дүниеден өтейін деп жатыр. Маған кел, аузына бір су тамыз деп айтты десе, не дейсіз? Кім ұялады о кезде? Менің жолым мені кеспеу керек деп тұрғаннан ұялып қаласың ғой бекерге. Менің әкем өлейін деп жатыр десе. Немесе ана жерде бір үлкен қайғылы уақиға болып тұр. Мен сені мүлде көрмей тұрмын көзім, мен сойға кетіп баратырмын десе, не дейсіз? Яғни оның да үзіріне орын қалдыру керексіз. Қараңғылықтар, яғни біз көрінбейтін қараңғы нәрселер. Бізді көрсетпейтін қараңғылықтар да бар екен ғой. Яғни біздің өмірімізді жарық қылмайтын осындай қисық қараңғылықтар жетеді. Ренжігіштік бұл дұрыс емес. Оның ақылменен шешіп, орнына қойып тастау керек. Басқалай, мен бір ғана мысал айттым өмірдегі. Осыған ұқсайтын өмірдегі мысалдар өте көп. Бұның барлығын Алла Тағала Құран-ы Кәримде қараңғылықтар деп айтты. Сол қараңғылықтардың ішінде ең үлкені Құдайды танымау ғой. Сен неге келдің бұл өмірге? Қайда бара жатсың, не істейсің, оны білмеу да. Көп адамдар осы өмірге қызық, мысалы, өмірдің адамның ішіндегі ренжігіш, анау проблема аттастаңызшы. Құдайға сену деген нәрсенің бақыт екенін айтайын ба? Ойлаңызшы. Барлық адам, осы сіз өмірге келдіңіз, не сездіңіз? Мен сізге айтайыншы, онда ол сезген нәрсеңізді. Үлкен жөңкілген көшті көріп тұрсыз. Кетіп баратыр да, келіп батыр, кетіп батыр. Өмір қойы, біреу туылып батыр, біреу өліп батыр. Сіз соның бір бұрышында келдіңіз да, бір шетінде тұрсыз. Мынандай жөңкілген көш, бас жағын көресіз ба? Аяқ жағы ше? Көрінбейді ғой, не деген үлкен көш. Сіз де кетіп баратсыз да, соның ішіндесіз. Енді бір сұрақ. Сіз кімсіз? Неге келдіңіз? Қайда бара жатсыз? Осы сұрақтар кім жауап бере алады? Айтыңызшы. Ол ақылды адам, ақылы болса сұрауы керек емес па? Ақылы жоқ адам ғана айтады. Не дейді? Туылды, бір кетіп баратыр, өліп қалды, болды. Ол өзінің бәтіңкесінен де жаман адам ғой негізі. Өйткені бәтіңке не үшін жаратылғандығының өзінің қасиеті бар да. Бәтіңке не үшін жаратылған? Бізді суықтан қорғайды, ыстықтан қорғайды, бізге сұлулық береді, әдемілік береді. Көп пайдасы көп та. Бәтіңкені біз аяқ киім қылып, әдемілеп, киіп әрлейміз. Оның мағынасы бар да бұл өмірге келгенде. Сіз бәтіңкемен тамақ ішпейсіз ғой? Біреу бәтіңкенің ішіне сорпа құйып ішіп жатса, сен ақымақ дейсің. Ақымақ дейсің ғой, ол бәтіңке, ол оған сорпа құйып ішпейді, сорпа құюға жаратылған бөлек зат бар. Бұл ше, бұл адам аяғына киеді дейсіз, бәрекелді.
Сенші неге жаратылдың енді? Ол бәтіңке аяққа киіледі, тостақ тамаққа. Сенші неге келдің, неге жаратылдың, айтшы. Неге келдің бұл өмірге? Не істеуге келдің, қайда бара жатсың? Қарапайым, ешқандай механизмі жоқ, тостақ құрлы болмағаның ба сонда бұл өмірде? Әшейін келдің, әшейін өмірден кетіп баратсың ба? Тостақ сияқты да емессің ба? Жоқ. Адамда ақыл бар, сана бар. Адамда көп нәрсе, ішінің әлемін айтсаңызшы, кейбір адамдармен сөйлессең бар ғой, не деген терең әлемді көресің ғой оның ішінен. Сол тереңдіктер, сондай әлем әшейіннен әшейін келіп кетіп бара жатыр ма? Мүмкін емес. Мүмкін емес. Егер сіз осы көшке келіп, мынау алдыңызда ағып атқан өмірге келіп, осы сұрақтарды қоймасаңыз, онда сіздің өміріңіз бекер өтіп атқан, тостақтан да жаман. Мынау көш, қандай көш? Мен кіммін? Қайда бара жатырмыз? Қайдан келдім? Қайда барамын? Нормальный сұрақ емес па? Жоқ, әлде вокзалға келдіңізде қалаған пойызыңызда мініп кете бересіз бе? Олай емес қой. Бұл өмірдің барлығы бағыт, бағдар, мағынамен тұрады. Мысалы айтайық, алдыңыздағы бір адам өзінен өзі отырып, аха деп күле салса. Неге күлдің? Білмеймін. Сосын уа-ха-ха деп жылай салды. Неғып жыладың? Білмеймін. Ол адамға қандай баға бересің? Сау деп баға бересіз ба? Ақылы жоқ қой дейсіз. Әшейін күлкі, әшейін жылау мағынасы бар. Тостақтың мағынасы бар. Сенің өміріңнің мағынасы жоқ па сонда? Сен әшейін келдің, әшейін кетіп баратсың ба? Мынандай алдыңдағы көштен сабақ алмадың ба? Сондықтан құрметті жақсылар, Құдайды танудан үлкен нұр жоқ. Бізді Алла тағала Құран-ы Кәрімде осы Құранның ең бірінші миссиясы да, пайғамбардың ең бірінші миссиясы да бізді қараңғылықтардан, қараңғылық емес, қараңғылықтардан нұрға алып шығады. Соның ең алғашқы зұлмат қараңғысы ол имансыздық. Алла тағала нұрдан кейін тағы да сурет береді. Би'илми раббихим. Ол көшу, қараңғылықтардан нұрға қарай көшу Раббыңның рұқсатымен болады екен. Ал айтпесе. Иля сиратил азизил хамид. Құдіретті және мақтаулы Алланың тура жолына қарай көшу болады екен. Қандай жол? Қарапайым жол емес. Ол азиз. Алла екі сипатын ғана айт. Алланың Құранында 99 сипаты бар, бірақ 99-ның ішінен бізге екеуін ғана таңдады. Біреуі азиз, аса құдіретті. Екіншісі хамид, мақтауларды қабылдаушы. Осы екі нәрсе арқылы бізге Алланың жолын көрсетіп жатыр. Қараңғылықтан нұр деген сөзді көрсетіп жатыр. Қайда ол десе, біріншіден Алланың рұқсаты керек екен ол жерге бару үшін. Екіншіден, сенің бара жатқан жолың аса құдіреті шексіз болған. Шексіз құдірет деген не беретінін айтайын ба? Сіздің ішіңіздегі тілеуіңіздің бәрін орындап бере алатын деген сөз. Осыменен біздің ішіміздегі не дейді анау? Жабылмай қалған арманымыздың бәрі жабылады. Аса құдіреті шексіз патша десе болды емес па? Сен аузыңнан шықпай жатып орындай беруші зат. Хамид, мақтауларды қабыл етуші. Бұл деген сөз. Барлық мақтау соған тән болған заттың жолы дегені, одан басқа мақталатын жер жоқ дегені. Одан басқа мақтауға арзитын да,
мақтауыңды арнайтын да жол жоқ дегені. Егер сол жолға ерсең, сенің мақтауыңның бәрін соған арнайсың деген сөз. Өйткені Алла тағала айтады, мысалы жәннаттың сипатын айтады. Жәннаттың нығметін адамның көзі көрмеген, құлағы естімеген, тіпті ойына да келмеген заттар болады дейді. Біз оның атын да білмейді екенбіз ғой, керек болса. Ойлаңызшы, адамның фантазиясына шек бар ма? Ойлаңызшы, қазір біздің мына заманда ойласаңыз, фантазиясына шек жоқ, Бірақ хадисте айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, жәннатқа ең соңында кірген адам, бұл ең кедейі, Алла тағала ол кісіге арманы таусылып қалғанша сұрайды екен ғой. Не армандайсың деп. Машина, үй, білмеймін, не армандайсың, айта беріңізші, соның бәрін айтып таусылады дейді. Тағы да айта бере, бітті дейді, ойлаңызшы. Сіздің арманыңыз таусылып қалады екен ғой. Болды, еш нәрсе қамағасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сонда Алла тағала айтады, жәннатта мынандай зат бар, алсайшы соны деп. Білмейді екен да адам оны. Алайын, мынандай да зат бар, алсайшы деп, ондай затта таусылып қалады екен. Содан кейін барып айтады екен, сен ризасың ба дейді екен. Сонда анау ақылы кетіп қалғаннан, өзі фантазиясын бәрі таусылып қалған ғой. Адамның ақылы кетіп қалғаннан, Құдайым, Аллахым, мен сенің Құдайыңмын ғой, сен менің құлымсың ғой деп айтып жібереді екен, керісінше айтудың орнына. Сосын Алла тағала айтады екен ғой, онда риза болсаң, саған осындай тағы 5 есе болсын дейді екен. Енді ақылың қайға кетіп қалады деп ойлаңыз. Білмеймін. Пақ ет, жоқ болып кететін жарылғанда ми. Ойлаңызшы, бұл ең кедей адам. Жәннаттағы ең соңынан кірген ең кедей адамның алғаны. Сол үшін Алла тағала бізге аса құдіретті мақтауларды қабыл етушінің жолына ересіңдер. Ол Раббыңның сені жаратқан Алланың рұқсатымен ғана болады деп айтылды. Ендеше сол нұр, сол жәннат, сол жарық барлығы Алланың ізімен ғана жүрсеңіз ғана болады. Алла тағала сөзін жалғап айтады. Аллаху лази лаху ма фис самауати ва ма фил ард. Алла тағала ол сондай зат, лаху ол зат үшін ма фис самауати ва ма фил ард. Аспандар мен жердегі барлық зат оныкі дейді. Ва вайлул лил кафирина мин азабин шадид. Оған сенбеген адамдарға ауырлық, қиыншылығы бар азаптан болған ауыртпашылықтардан қандай жаман болсын оларға дейді. Яғни қандай бишара болды, олар азап көреді ғой деп жатыр. Құдай соған сенбей өткен адам азап көретіндігін мен айтқым келгені, бұл Алла тағала сізбен бізді қорқытып, немесе үркітіп, немесе бөліп тастағысы келіп жатқан жоқ. Жоқ. Бұл заманауи психологияда осыны қолдайды. Біздің заманның психологиясы айтады, екі нәрседе тәрбие бар дейді. Тәрбие тек қана жақсы нәрсемен болмайды, ескертумен де болады деген. Алла тағала сізбен бізді ескертіп жатыр. Осы Алланың жолына сене алмаған адамның өмірі азап өмір деді. Неге азап екенін айтайын, жоғарыда айттым ғой, сіз біреуге ренжісеңіз. Енді екіншісі, сол ренішіңді айтпадың оған, тымырайып, тырсиып қалдың, ренжідің. Ал енді сол жүрегіңдегі қарадақ қашан кетеді? Сұрақ, қашан кетеді? Еш қашан кетпейді ғой, егер сен оны шығарып жібермесең ше. Көтеріп жүре бересің ғой, түсінесіз ба? Реніш, тәкаппарлық, менмендік, өтірік, мақтаншақ, барлық нәрсе зияндығы бірінші орында өзімізге ғой. Оның азабы бірінші өзімізге. Сен біреуге ренжисің, сол жүрегіңдегі үлкен жүкті көтеріп жүресің осылай. Қара қазанға көтеріп жүресің. Ол өмірді сүре береді.
жылдап өтіп кетуі мүмкін. Жылдап, жыл, 10 жыл, 20 жыл өтуі мүмкін. А сенің жүрегіңде реніш тұра береді. Жақсы ма сол? Азап қой ол. 10 жыл бойы көтеріп жүрген сенікі ол, сенің азабың ол. Ал оны шешіп тастауға болар еді. Барасың, өзің шекараңды, оның шекарасын айтасың, болды. Болды, соны тастайсың, болды. Кешіру деген сөз оның жасағанына риза болу емес қой. Яғни біреу қателік жасап қойса, ой, рахмет, күшті жасадың емес. Өзіңнің шекараңды, оның шекарасын көріп алу, болды. Сөйтіп шығарып тастау. Сен өмір бақи ана болмаса, жаңалдегі жүкті өмір бақи арқалап жүресің. Міне сол үшін Құдайға сенбеген адам мәңгі бақи азапта дегені, ол азапта жүре береді. Тіпті ана көре алмаушы адамды айтады. Күндес адам айтады оны. Біреуді көре алмайды ғой. Екі дүниеде де азабы бар дейді. Өйткені мына дүниеде анаған күн деген екен іші күйе береді ғой. Қиямет күні бар ғой, сол күн деген үшін тағы Алладан азабын жейді ғой. Ойласаңшы, екі есе азап қой, ойлаңшы. Өмірдегі қараңғылықтың бәрі бірінші орында бізге ғой. Біздің күпірлігіміз де, Құдайдың шүкірлігінен қашқанымыз да өзімізге азап екен. Құдайға шүкір етпеген сайын, алдыңдағы нығметті сезбейсің, нығметті сезбегесін сен өзіңді бақытсыз, керек емес, бейшара сезінесің да, сен тек қана жылаумен өтесің. Ал алдыңдағы нығметтің бәрін көрмейсің. Ана бір сөз бар, білесіз ба? Баяғыда бір кісі, бір әулие кісі, біреудің баласы туылған кезде ат қоюға шақыртты да енді, ойбай, келіңіз, мына кісіге ат қойып беріңіз деп. Ол кісі ат қойып жатып, ой, мына жігіт қандай туылып атқан бала күшті екен, бай болады осы бала, бай болады дейді ғой. Сөйтіп айтып кетеді. Мәссаған, жұрттың бәрі оны әлі туылып, нендей кезінен о байеке деп өседі ғой, жаңа деген. Сұмдық бай болу керек та, миллиардер. Жұрттар әшейін сұраса қарызға бере береді ғой, байеке, кейін бересіз ғой, мен мынаны алып қоя беріңіз, сізге алып қоя беріңіз, кейін бересіз ғой, о бай ғой бұл, береді бір күн деп. Кедей болып өледі ғой ақыры сол. Кедей болып өлгеннен кейін Алла тағаладан сұрайды екен, Аллахым, сен бай болады деп ана пәлен деген әулие айтты, ол өтірікші ма, жоқ, мен дұрыс емес қылдым ма, мен неге кедей болып өлдім? Өзінің үйінде тұрып, үйінің кришасы төбесіне түсіп өлген екен да, бишаралығынан. Сөйтсе соған рызыққа жауапты періштені шақырып апты. Мынаған айтшы деп, не болды деп. Рызқын бердім ба? Не қылды десе, ана періште айтқан екен. Мен бұны депті, сол туылғаннан бастап күтіп жүрдім ғой депті. Қай жерде бір қимылдаса болды, содан рызық берейші деп күтіп жүрдім. Өзі жатты депті. Жұмыс істемеген да, Құдай бай қылады деп жата берген ғой. Сол жерде қимылдаса өзі бола береді екен ғой кісінікі. Ойласаңшы, жолы болайын деп тұрған адам қимылдамаса не болады? Сондықтан жолың болсын десең қимылдау керексің ғой. 100 істің ішінен біреуі дұрыс болуы мүмкін да, сен бірақ талмай соның бәрін қарап шығу керексің ғой. Сондықтан біздің ренжігіштігіміз, біздің проблемамыз ол бізден, Алладан емес. Алла тағала сол үшін айтады, кәпір болған адамдардың көрген азабы қандай жаман дейді. Әлләдина ястахиббуна алхаята дуния, ол адамдар қандай десе, олар осы дүниені өздеріне жақсы көрген. Алал ахир, ақыреттің үстінен, ақыретті тастап қойып, дүниені сүйіп кеткен дейді. Ана екі бұрышты тең ұстамаған ғой. Ваясуддуна ан сабилиллахи, және Алланың жолынан тосық жасаған. Ваябғунаха айважа, оны қисығына қарай қалағанын жасады. Яғни қисығына қарай жүрді. Улайка фи далалин баид. Міне бұлар ұзақ адасқандар дейді. Яғни сонда адасудың жақыны ұзағы да бар екен ғой. Жақын адасу тура жолды көріп тұрып қателесіп қою. Пенделікпенен да ұмытып қалу, намаздан ұйықтап қалу, шаршап келіп, басқа сылтауларда болады ғой, адам ауырып қалады, ауырғанның себебінен ораза тұтамай қаласын. Ондайда Алла кешіруші. Бірақ өзінің өмірінде дүниені ақыретінен абзал көру, Алланың жолына, яғни біреу түзелемін деген адамдардың аяғынан шалу, ябғунаха айважа, және Алланың тіке болған тура жолын қисық қылғысы келгендер,
Біреулер ше өзі намаз оқымайды, намаз оқыған адамды қисайтқысы келеді ғой. Құдая тоба дейсің ғой. Бұны психологияда өзі тексерілген жақсы, бұл терапияға барған жақсы. Өйткені бұны көре алмаушылықтан шыққан дүниеде. Әсіресе мынау тәңіршілдікке барып атқан адамдардың көпшілігі тәңіршілдер емес олар. Ол тәңіршілдікті оны ешкім түсінбейді. Айтып берші десең де айтып бере алмайды. Өйткені оның кітабы да жоқ, оның пайғамбары да жоқ, оның ғибадатханасы да жоқ, дымы жоқ, оның шекарасы жоқ. Әйтеуір біреудің ойлап тапқаны ғой дүниесі. Ақшаны көбірек төлесең, оны көбірек қып күштірек ойлап беретін еді, оған ақшаны таппады ау, бермеді ау деймін оған. Бірақ менің айтқым келгені, намазға өзінің ықыласы бара алмай тұрған адам, мына жақта намазхандарды жамандап атса қосылса алады да бірге. Сол ұятта. Өзің бола алмасаң, болып атқанның аяғынан тартпасайшы. Біздің халықта да сондай ғой, білесіз бе, біреудің баласы болып атса, біз аяғынан тартамыз ғой, ары қарай шығармаймыз. Шықсын да, сол болсын да, жоқ, өйтпеймін. Анан бері қарай тартамыз ғой, бері қарай төмен түссей деп. Бұл өзіміздің надандығымыздан, ішіміздегі қараңғылық, нұр жоқ болған жүректің қараңғылығынан болады. Құрметті жақсылар, Алла тағала сол үшін айтады. Мына дүние, ақырет екеуін тең ұстау керек. Екеуінің бірінен себептар қылып қойған Алла тағала. Ақыретіміз мына дүниесіз болмайды. Сондықтан мына дүниені тастап қойып ақырет деп кетуге де болмайды екен. Немесе осы дүние бола берсін деп ақыретін мүлде жауып тастағанда болмайды екен. Бұл өткінші дүние ғой, құрметті жақсылар. Ақша іздедің, мансап іздедің, бала-шаға іздедің, күш-қуат іздедің, таптың, ал не істейсің? Бәрібір өліп қаласың ғой бір күні, түсінесің ба? Бұл дүниеге мына жалаңаш алақанмен келдің, осы жалаңаш алақанмен кетесің ғой. Ана үстіңдегі бүкіл қымбат миллиард киімдер барлығы қалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, адамның мына дүниеден алып кететіні тамағынан өтіп, тойдырғаны, ішіп, сіңдіргені, киіп, тоздырғаны, беріп, қияметке өткізгені дейді. Басқа еш нәрсе жоқ дейді. Сіз бұл дүниедегі жиғаныңыз сіздікі емес. Жиып алғаныңыз әлі сенікі емес. Сен оны қияметке өткізген жоқсың. Оны жеп тамағыңнан жұтпадың, киіп тоздырмадың. Жинап тұрдың ба? Ол бір күні таусылады. Немесе ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетеді. Одан басқа дым емес. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Біз қандай да бір пайғамбар жіберсек, сол қауымның тіліменен жібердік. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Оларға ашықтап беру үшін. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ. Міне осы хабардан кейін Алла өзінің қалағанын адастырады. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Қалағанын тура жолға бастайды. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Алла тағала аса құдіретті. Құдіретіне шек жоқ. Хаким, дана зат. Әрбір адасуда да, әрбір тура жол табуда да даналығы бар деген сөз. Алла тағала осы бір аятта сізбен бізге айтқым келгені, әрбір адамға келген пайғамбар өзінің тілінде келеді дегені, оны заманауи тілде айтсаңыз болады. Сізге де Алла тағала әлі күнге шейін ескерту жібереді, білесіз ба? Сіз түсінетін ескерту жібереді. Мысалы айтайық, бір уақиға болды. Сол уақиғаны осы жерде отырған 100 адам 100 түрлі көреді ғой, білесіз ба? Әркім өзінің ішіндегі проблемасымен қарайды анаған ше. Әркім өзінің ішіндегі көкжиегімен, ішіндегі көзқарасымен қарайды. Сондықтан әркім әртүрлі түсінетін, бір тілді түсінетін адам болса да, бәрі бір тіл. Бір тілде. Бірақ бір уақиға келсе, сол уақиғаны 100 адам 100 түрлі, 1000 адам 1000 түрлі түсінеді. Алла тағала сол үшін әркімге өзінің тілінде түсіндіреді дегені сол. Осы өмірде көзіңізді ашып қарасаңыз, Алла тағала сізбен бізге берген хат хабар көп екен ғой. Бүгін сізден кешке шейін, мен кеш батып жатырмын, сізге Алла тағала хат жіберіп қойды. Оқи алсаңыз болды. Сізге хат жіберіп қойған. Мүмкін сол хатты мен жеткізіп жатырмын бір бұрышын. Осы сабаққа келдіңіз, осы сабақты тыңдадыңыз, мүмкін сол хабарды сізге, менің аузыммен сізге Алла тағала жеткізіп жатыр.
Сондықтан Алла тағала әркімге өзінің тілінде сөйлейді деген мағынасы бар. Алла тағала ешкімге қиянат қылмайды, өзінің түсінетін шекарасын береді деген сөз. Соның ішінен Алла таңдайды дейді. Кім адасады, кім тура жолда болады. Оның мағынасы бұл тек қана Алланың қатып қойған қалауы деген сөз емес. Сіздер тағдыр деген мағынаны дұрыс түсінсеңіздер екен. Себебі тағдыр деген мағына бұл жерде Алланың хидаятқа берушісі дегені, бұл Алла қаласа бізді тура жолға бастайды, қаламаса бізді тура жолдан алып тастайды деген мағына. Бұның барлығы Алланың екен, менің намаз оқығаным Алладан, намаз оқи алмай қалсам Алладан деп, ол бір мағынасы ғана. Екінші мағынасы оған лайықтысың ба, лайықты емессің ба дегені. Сіз соған қарай жүрсеңіз, Алла сізге береді. Оған қарай жүрмесеңіз, сізге бермейді деген сөз. Өйткені Алла тағала жәннатты, дозақты жаратты. Егер өзі адасушыларды, өзі тура жолды табушылар жаратса, жәннат пен дозақтың мағынасы қалмайтын еді ғой. Оның не мағынасы бар еді? Сондықтан Алла тағала сөзін аса құдірет егесі және даналық егесі деп айтып кетті. Осы әрбір тура жолды табуда біздің қателігіміз бен біздің тура жолымыздың бәрінде хикмет бар екен. Бұның бәрінде даналық бар. Оқи алған адамға кітап, оқи алған адамға үлкен сабақ бар екен. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Құрметті жақсылар, енді әрине Алла тағаланың мынау аяттары өте терең, шама жеткенше әйтеуір бір-екі нүктелерін ғана айттық. Бірақ білсеңіздер, бірнеше бір нүктелермен қорытып айтсақ болады екен. Біріншіден, Алла тағала сіз бен бізге Құранның миссиясын түсіндірді. Қараңғылықтан нұрға шығарғысы келгенін. Ол да бірақ Алланың рұқсатымен болатындығы. Яғни біз соған лайықты болып әрекет жасағанымыздан болатындығы. Одан кейін ол жол қандай жол? Аса құдірет егесі және мақтауға лайықты, шынайы мақтаулардың бәрін қабыл қылушы зат екенін білдірді. Яғни өзіңнің алдыңдағы нығметіңді сезе біл, оның бәрін Алладан көріп мақтай біл деген сөзді де айтты. Алла тағала сосын айтатындығы, аспан мен жердің бүкіл барлығы соның құдіретінде екендігі, және кәпір болып Құдайдан теріс бұрылған адамдар әрдайым азапта қалатындығын айтты. Бұл бізді қорқыту емес, бұл бізді ескерту еді. Ескерту әрдайым бізге пайда береді. Әрдайым бізді болып атқан, алдымызда күтіп тұрған бүкіл қиыншылықтарды алдын ала тоқтатуға, алдын ала біз оған түсіп кетпеуге ескертілген нүктелер болатындығы. Алла тағала сол адасқан адамдар түсіндіре тұра, олар бірінші орында дүниесін ақыретінен абзал көргендер, Алланың жолынан тыйғандар. Екіншіден, біреудің қисықтығын, біреуді бұзғанды жақсы көретіндерді. Міне бұлар ұзақ адасуда тұратындығын, яғни өте ұзаққа кетіп қалған тура жолына бер қарай жүру үшін өте көп еңбек, өте көп тәубе талап ететінін Алла тағала сіз бен бізге ескертеді. Сөйтіп тұрып, Алла тағала әрбір адамға өзіне жетерлі ақылына сай, санасына сай, өзінің қабылдайтынына сай ескертуші беретіндігін айтады. Сондықтан сіз қатты адасып кетсеңіз де сізге ескерту келіп жатыр бәрібір. Сіз түсінетін тілде келіп жатыр, сіз қай тілде сөйлесеңіз де, Аллахымыз сіздің жүрегіңізге сіз түсінетіндей қылып Алла жеткізіп беруші екендігі. Және де Алла тағала қалаған адастырып, қалаған тура жолға салады. Ендеше сол хат хабар келгеннен кейін әрекетті бізден күтетіндігін айтып жатыр. Және де осы хабарды біле тұра Алла тағала құдіреті шексіз екендігі. Барлық хат хабарлар неше түрлі жолмен келгенде таң қалатындығыңызды айтып жатыр. Және дана екендігі. Әрбір істе даналық керектігін бізге де сол даналықты насихаттап жатыр екен. Біз де әрбір ісімізді жеті ойлап, сосын барып бір шешкеніміз абзал екенін айтады екен. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын.